Жіптің сұрауы. Бір бай адам өлімнен және қабірдегі жалғыздықтан қатты қорқады екен. Сондықтан өлер алдында, мен өлген күні кім менімен қабірге бірге кіріп, түнеп шықса, мал мүлкімнің қақ жартысын алсын деп өсиет қалдырыпты. Күні жетіп, бай өлгенде, өлікпен қабірге кім кіріп түнейді деп сұрастырыпты жұрт. Байдың мал мүлкінің жартысы берілетінін білсе де, қабірге кіретін кісі табылмапты. Ақырында бір жарлы, осы дүниеде арқан жіптен басқа ештеңем жоқ, нем кетеді? Бір түнеп шықсам, бай болармын, деп келіседі. Жарлыны өлген баймен бірге жерлепті. Қабірге кірген бетте сауал періштелері келіп жетеді. Қараса, өлікпен бірге тірі жатыр. Мына өлік әйтеуір қолымызда ғой, ешқайда кетпес. Біз алдымен мына тіріге сауал қойып көрейік, деп келісіпті. Сонан әлгі жарлыға, қолыңдағы арқан кімдікі? Қайдан алдың? Неге алдың? Қандай жұмыста қолдандың? Деп сұрақты қарша боратып, таң атқанша тергепті бейшараны. Таң атысымен жарлы қабірден шығыпты. Ал жарайсың, өсиет бойынша байдың мал мүлкінің жартысы сенікі, ала ғой, депті жұрт. Сөйтсе әлгі жігіт, жоқ, рахмет, малы да мүлкі де құрсын, алмаймын. Таң атқанша бір арқан жіптің есебін бере алмадым, осыншама байлықтың есебін қалай бермекпін, деген екен. Жіптің сұрауы.